саламатсыздар ма? Бүгін біз сендермен теңсіздіктер жүйесі, теңсіздік, сан аралықтар бүкіл тақырыпқа тоқталып кетеміз. Бірінші қарапайым заттан бастайық. Бізде сан аралықтар. Сан аралықтар деген бізде түзу берілсін, координаталық түзу берілсін. Мына жақта А саны мен Б саны. Осы екеуінің арасы бізде сан аралық болып аталады. Бұл сан аралықты біз X үлкен А-дан кіші Б-дан деп белгілейміз. Осы сан аралық. Мысалы, үлкен немесе тең, өйткені боялып тұр. Мысалы, тағы да бір сан аралықты беріп қойайық. 2 үлкен X-дан немесе тең 7-ден. X-іміз 2 мен 7-дің арасында жатады деген сөз. Үлкен немесе тең. Үлкен немесе тең болса, алып кетеміз, бояп. Ал үлкен болса, құрғы үлкен болса, боямай алып кетеміз. Енді осы екеуінің арасындағы сан бізде сан аралығымыз болады. Тағы да тоқталып кетсек. Осы болды. Келесі тапсырмалар. Сіздерге тапсырма. -3 пен. Енді бұның жауабын, біз бұның жауабы 2-ден қатаң түрде болса, жай жақша 7-ге дейін. Тік жақша, егер қатаң емес болса, тік жақшамен белгілейміз. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші -3-тен 5-ге дейінгі аралықтарды, екінші -1-ден 8-ге дейінгі аралықтарды өздерін сызық көрсетіп жасап көріңіздер. Өшір. Енді бізде модуль сан аралықтары. Модульді біз білеміз, модульден теріс немесе оң жағдай жағады. Енді біз модульден ашсақ. -2-ден үлкен, 2-ден кіші деп, X-іміз 2-ден кіші деп алып аламыз. Енді осы аралықты белгілейік. Ішін бояймыз, қатар. X-іміздің жауабы осы болады. Значит, -2-ден 2-ге дейін X-дің орнына алған мәндерге сан қойсақ болады. Жеттік ал. Тоқта. Өздеріңіз, түсір отсы ма? Өздеріңіз осы екі тапсырманы өздеріңіз координаталық жазыққа салып, ответін жазып көріңіздер. Кетті. Потом бізде екі аралық беріліп тұр. Енді бұл бізде бірігуі, енді екі аралықтың бірігуін жазайық. Бізде бірінші сандарды өсу ретімен жазып алайық. Координаталық санға белгілеп алайық. Нүктелерімізді -2, 4, 7 және 11. Енді бізде -2 мен 7-дің арасы қатаң емес, значит бояймыз. Бүкіл нүкте қатаң емес. Енді -2-ден 7-ге дейін, 4-тен 11-ге дейін. Бізде бірігуі, значит екеуіні ортақ бүкіл шешімі бүкіл мәндер жиынында болады. Так, -2-ден 11-ге дейін. Енді өздерін, тағы да осы сан аралықтарын белгілеп қарайық. Бізде -6-тан 1-ге дейін, 4-тен 10-ға дейін. Енді осы екі аралық бізде бірінші -1-ден 1-ге дейін, 4-тен 10-ға дейін. Осы екеуінің бірігуі бізде қиылысқан жер жоқ. Енді, значит, бірігуі екі ответті жазып кетеміз. Ответі дәл осы күйінде қалады. Значит, ответіміз де дәл осы. Енді бізде теңсіздікке көшейік сан аралықтан кейін. Енді бізде бірінші теңсіздік берілген. 5x 2 аргуметке қосылып барады. Оннан x-іміз 5 аргуметке бөлініп барады. Кіші 10 бөлінген 5. X-іміз кіші бізде 2-ден болады. Енді бұның теңдеулер координаталық түзуде белгілейік. Бізде 2-ден қатаң түрде значит боямаймыз, 2-ден кіші дейді. 2-ден кіші аралық. Енді ол бізде -шексіздіктен 2-ге дейін болады ответі. Енді келесі теңдеуге қарастырайық. Бұларда бөлім болып тұр. Значит, ортақ бөлімге көйітіп жүреміз. Ортақ бөлімге көйтеміз бе? Ана жаңа қысқар. Енді бастан. Енді келесі есеп бар. Бұл бізде ортақ бөлімге көйітіп жүрейік. Ортақ бөлім бізде 6-ға тең. Мынаған 3-тен, мынадан 2-ден.
3x plus 12 үлкен 2x осы 14-тен 2x ары бетке минус болып барады, x болады, 3x-тен 2x 12 ары бетке минус болып барады, 2 болады. Ответіміз тағы x кіші 2-ден болды. Бұның жауабы осындай болады. Кеттік, енді сіздерге үй тапсырмасы ретінде мынаны өздеріңізге шығарып, осы екі есепті өздеріңіз шығарып қараңыздар. Енді біз теңсіздіктер жүйесіне көшейік. Бірінші теңсіздіктер жүйесін шығарғанда бірінші теңдеуді шығарамыз, екінші теңдеуді шығарамыз, ответтерін біріктіріп жүреміз. Қиылысқан жерін ғана аламыз. Мысалы, 9x минус 5 үлкен немесе тең 13-тен, 9x-іміз үлкен немесе тең 18-ден болады, x-іміз үлкен немесе тең 2-ден. Бірінші теңдеулер теңсіздігіміздің жауабы x үлкен 2-ден. Екінші теңсіздігіміз 6x минус 7 үлкен 23-тен, 6x үлкен 30-дан, x-іміз үлкен 5-ден. Енді координаталық түзуге салай, 2-іміз и 5-іміз. Бірінші ответіміз x үлкен неден? 2-ден, екіншіміз 5 үлкен. Екеуді шексізге ұтылған, екеуін қиылысқан жерін ғана аламыз. Сол кезде 5-ден бізде плюс шексіздікке дейін болады. Өздеріңіз енді үй тапсырмасына мынаны шығарып көріңіздер. Енді бізде модульдер теңсіздігі. Модульдер теңсіздігін шығарып қарайық. Бірінші модульді ашқанда бізде екі таңбалы жүйе болады. Бағана айтып кеткендей, x минус 7-іміз кіші 3-тен, x және минус 3-тен үлкен деп алып аламыз. Енді екі теңдеу пайда болды. Екі теңдеуді шығарамыз. x минус 7 үлкен минус 3-тен, x-іміз үлкен 4-тен болады. Екінші теңдеуіміз x минус 7 кіші 3-тен, x-іміз кіші 10-нан. Екі теңдеу пайда болды. Осы екі теңдеудің ответін біз қиылысқан жерін аламыз. Теңдеулер несіне сылай? 4-тен 10-ға дейін. Бірінші 4-тен плюс шексіздік, екіншісі 10-нан минус шексіздік, екеуін қиылысқан жері 4-тен 10-ға дейін. Енді келесі есеп. Модульді ашып жүреміз. Минус x плюс 3 кіші, үлкен 2-де, x плюс 3 кіші минус 2-ден. Бұл бізде уже жиынтық болады. Мынау есепте бізде жүйе болса, бұл есепте жиынтық. Мағынасы, егер бізде модуль үлкен бойынша жиынтық болады, модуль кіші болса, бізде жүйе болады. Жүйеде тек қиылысқан жерін аламыз, ал жиынтықта екеуінде ответін біріктіріп жібереміз. Енді бірінші теңдеу шығарайық. X-іміз минус 1-ден үлкен, ал мынаяқта x-іміз минус 5-тен кіші. Сызайық. Минус 5, минус 1. Бірінші теңдеуіміз минус 1-ден плюс шексіздікке дейін, екінші теңдеу минус 5-тен минус шексіздікке дейін. Екеуінде ответін біріктіріп жүрсек, минус шексіздіктен минус 5-ке дейін, минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Енді сіздердің үй тапсырмасына мынау теңдеуді шығарып көріңіздер.